Жодам, қалайсыңдар? Бүгін 14-ші күн. Влогтарды сағынған шығарсыңдар. Біз бастайық давай. Үшін біз қазір тамақ жеп аламыз. Сосын екіде бір кездесу бар. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to. Так, біз басқа болған мүмкін. Да, басқа болған мүмкін. Keep my head down, let my mouth speak. This around me, they all about the clout. See where the crowd be. Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty on these lousy ass haters that surround me. Still they doubt me, they don't know nothing about me. Still their mouths free, I'ma change that soon. Better watch out now, see. I just wanna be the greatest. Так, біз кездесуден шықтық. Қазір видео фрагменттер салам, или суреттерден бір жерге түсіріп едім. Қандай план үшін 3-ақ бет, 3-4-ға пландан бәрін сөз Осы план маған ұнады. Басқаша өзгешелеу. Кешегі ракурс деп миға сигнал бердім ғой, басқа ракурстан қараңдар деп. Сол прям вообще басқа идеялар келді. Соны тестеп көреміз, можно ошибка болып кетті. Но это тоже бір метод, бір тиіс. Потом ұрып көреміз. Қазір біз үйге барамыз. Үйде бүгін генеральный уборкамен жасап жүрдім. Комнаталар қалып қойды. Оларды балдар добьют. Біз автобусқа отырдық. Мана инстаграмда сұрадым ғой бір идея туралы. Балаболо деген бір андай рубрика істесем қалай болады? Допустим, бұл жерде бізде проектпен жұмыс істеп, бізді алдап кеткендер бар. Сондай адамдар бар ғой. Жоғалып кететін адамдар бар. И сондай адам туралы бір рубрика шығарсақ қалай болады? Бір түрлі сияқты да. Бірақ күшті сияқты адамдар біледі да. Олар түсінеді, что өзің балаболо кейін не үшін сен по факту былай разложить етіп айтасың ғой. Содан бір сабақ болады сияқты оларға. Андай іште обида сақтау емес. Просто түсіну керек та олар. Қай жерде олар ашып берсін. Олар сен жасамау үшін. Қалай ойлайсыңдар сол туралы? Так, автобус қашан. Так, сосын кешегі видеода айттым ғой, ракурс туралы, басқаша ракурстан қара деп. Сол кезде айттым, что мен өзіме айтып жатырмын. И бүгін маған мана кездесуде прям вообще басқа идеялар келді. Прям басқаша ракурстан келді шынымен. Оны қалай келгенін даже білмеймін. Өзіме айтқасын ба, подсознательно өзі шығып кетті ма, сол сөздер, сол идеялар. В общем, шынымен оны алдында всегда келіп жүрген, айттым ғой, бір тасқа тие береме. Ты что, дурак деген сияқты ше. И сол нәрсеге қатысты маған идея келді. И ол шынымен жұмыс істейтін схема. Жұмыс істейтін. Айтады ғой ба, даже город героев деген мультикті көрсеңдер де, взгляни с другого ракурса деп айтады ғой, сол кезде басып жатады ғой, бүйтіп ойлап. Сол кезде деп идея келеді оған. Типа сол сияқты да. Шынымен проблемаға шешілмей жатса, просто басқа ракурста қарау керек. Оның кілті басқа жерде да, кіретін жері. Не всегда кіретін жері алдында болмайды да. Ол артынан кіретін есіктер болады, жанынан кіретін есіктер болады. Сол үшін есіктерді табыңдар. Әр проблеманың есігі әр түрлі жерде болады. Все, проблеманы шешіңдер. Оны проблема ретінде ұстамаңдар. А то миға нагрузка болады. Кеттік. 14-ші күн. Now wake up, you got some shit to do. It's 6 a.m, I don't care, you got some shit to prove. Cause right now, you ain't got nothing that big to lose. So get your ass to work and don't you dare hit snooze. Can't stop.